достар, сіздерде осылай үйге көрік беретін гүлдеріңізді әдемі етіп өсіргілеріңіз келсе, менің каналыма тіркеліп, менен курс алсаңыздар болады. Бөлме гүлдерінің күтімі туралы үйрететін боламын. Бөлме гүлдерінің курсында сіздер гүлдерге қатысты барлық күтімді препараттарын, емдерін, ауруларын, топырақ құрамын, оларға күтімді қалай жасау керектігін, суды қалай құю керектігін, соның барлығын үйренетін боласыздар. Курстың бағасы небәрі 2000 теңге. 2000 теңгеге сіздер көптеген ақпараттар алып, гүлдеріңіз жайқалып, әдемі болып өсетін болады. Көптеген гүлдер сіздерде өліп қалып жатса, онда менен курс алыңыздар. WhatsApp номерімді қалдырып кететін боламын, WhatsAppқа жазыңыздар. Курс бағасы өте арзан, қолжетімді. Бұл 2000 теңгеге сіздер көптеген әдемі ақпараттар алатын боласыздар. Гүлдеріңіз сіздерге рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті достар. Бүгін біз сіздермен осы фикустың осы бір ала жапырақты сорты туралы айтатын боламыз. Мына назарларыңызда фикустың мынандай өте әдемі жапырағын қараңыздар. Өте көрік беретін осындай әдемі сорты. Менің каналымда фикустар туралы видеолар бар. Ол туралы мен суретін экранға шығарып, ссылкасын описанияға қалдырып кететін боламын. Менің топтамама бұл фикус жаңадан қосылды. 3-4 күн болды алып келгеніме. Әлі мен мына қараңыздар, топырағын ауыстырып горшокқа отырғызған жоқпын. Себебі бұл менің үйіме климатқа жақсылап адаптация жасап, жақсылап үйренсін, стресс болмасын деп осылай жасап жатырмын. Сонда да мені стресс алып жатыр. Орын ауыстырған кезде кез келген гүл стресс алады. Стресстен шығару үшін эпин мен циркон деген менде видео бар. Сол препараттарды қолдансаңыздар болады. Кез келген гүлді стресстен шығарады. Ол туралы да мен экранға суретін шығарып, описанияға ссылкасын қалдыратын боламын. Міндетті түрде кіріп көріңіздер. Менің каналымда фикустар туралы өте көп. Міне бұл жаңа фикустың сорты. Міне осындай ала жапырақты, басқа фикустар сияқты жапырағы қалың емес, осындай жұқа, әдемі қараңыздар. Өте әдемі көрік береді. Бұл фикустар жарықты жақсы көреді, ала жапырақтының барлығы жарықты жақсы көреді. Бірақтан тікелей күн сәулесі түспеу керек. Міне тікелей күн сәулесінде қалып кетті деген міне. Қараңыздар, осындай болады. Жапырақтары осылай күйіп қалады. Бұл гүлді мен сатып алған кезде мына жаңадан шығарған жапырағы болатын, және мына жерде 2 жапырақ болатын. Солар машинада жаңағы күннің көзіне күйіп қалды. Тікелей күннің көзінде үйге келем дегенше осылай күйіп қалды. Бұны қазір мен кесіп алып тастаймын. Мына жерде мына жаңадан шығарып келе жатқан мына бутоны да, мына қараңыздар, стресс алып, өте мына жұмсақ болып осылай күйіп қалды. Мына жерде мына жапырағы да қараңыздар, барлығы стресс алып жатыр. Бұны стресстен шығару үшін мен циркон септім. 3 күн болды сепкеніме. Қазір тағы да мен жапырақтарын сүртіп, қарасаңыздар, мына жерге кішкене ғана шаң отырған, соны сүртіп циркон себетін боламын. Бұл фикустар шаң отырғанды жақтырмайды. Тазалықты өте жақсы көреді, және ауаның ылғалды болғанын жақсы көреді, және жарықты жақсы көреді. Жарық бірақтан тікелей күн сәулесі түскені жақтырмайды. Мына тікелей күн сәулесі түсетін болса, мына осылай жапырақтары күйіп қалатын болады. Сол себепті де, мына қараңыздар, тікелей күн көзіне қоймаңыздар. Жарық күн кешкісін ғана, болмаса азанғы уақытта ғана түсетін бөлмеге, жарық жерге қойсаңыздар болады. Мына бұның бар күтімі сол. Топырағына келетін болсақ, ауа өткізгіш, өте жеңіл, борпылдақ топырақты жақсы көреді. Егер топырақ құрамын түсір десеңіздер, түсіремін. Ол туралы комментарияға жазып кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, комментарияға қалдырыңыздар. Міндетті түрде топырақ құрамын түсіретін боламын. Және бұл гүлді пересадка жасаған жоқпын, стресстен шықсын деп. Әлі күнге дейін мені сатып алған, мынандай уақытша пленка горшогымда тұр. Бұны мен мына горшокқа отырғызамын деп, мына горшокты дайындап қойғанмын. Бірақ 1-2 апта бұны стресстен шығарып, мына үйдегі климатқа мен үйретуім керек. Қазір мен мына жапырақты кесіп тастаймын. Ешқандай да пайдасы жоқ бұл жапырақтың. Және мынау жаңадан шығарып жатқан мынаны да мына жерден кесіп тастаймын.
мына жапырақ өзінен өзі жапырақтары түсіп жатыр, уже стресс алып жатыр, жапырақтарын төгіп жатыр. Бұны кесіп тастағаннан кейін мен бұған циркон себемін. Және осылай егер кесетін болсаңыздар, мына жеріне активированный угольді ұнтақтатып сепсеңіздер болады. Мына осылай. Енді бұны кестім, мен мына жерлерден былай побегтерін жіберетін болады, бұтықтанатын болады. Көп адамдар менен сұрап жатыр, фикусты қалай куст қылып бұтықтандырамыз деп. Осылай точка ростасы деген осы мына. Қазір мен көрсетемін. Точка роста деген мынау. Мына. Жапырақ шығаратын ұшы, былайша айтқанда. Осыны кессеңіздер, мына жерлерден мынау жапырақтың орны бар ғой, түскен жапырақ, осы жерлерден жаңағыдай стрелкаларын, былай почкаларын жіберетін болады. Мына. Назарларыңызға рахмет. Егер видео ұнаса, лайк басып кетіңіздер. Және сұрақтарыңыз болса, төменге комментарийға қалдырсаңыздар болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.